Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сап және оның элементтері. Сабағымыздың мақсаты оқушыларды Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің саптық жарғысының жалпы ережелерімен таныстыру. Екінші, сап және оның элементтері туралы түсінігін қалыптастыру. Үшінші, сапта өзін ұстау дағдыларын жаттықтыру. Ал сабақтың міндеттері: сап және оның элементтері ұғымымен, сапқа тұрудың алдында сарбаздың міндеттерімен таныстыру, саптық жаттығу жасау техникасын орындау дағдысын дамыту, жинақылыққа, тәртіпке, ұйымшылдыққа, жолдастыққа, өзара көмек көрсетуге тәрбиелеу. Оқушы нені білуі тиіс? Сап және оның элементтері ұғымдарын, сапқа тұрудың алдында және сапта тұрғанда сарбаздың міндеттерін, алдын ала берілетін және орындалатын пәрмендер, яғни командалар түсінігін, сапта тұрудың орындалу амалдарын білу тиіс. Ал нені үйрену тиіс? Сапта пәрмендерді және дара саптық жаттығу амалдарын дұрыс орындауды үйрену тиіс. Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызда қарастырылатын тақырыптарды айтып өтейін. Сап және оның элементтері. Екінші, алдын ала берілетін және орындалатын пәрмендер. Үшінші, әскери қызметшінің сапқа тұру алдындағы және саптағы міндеттері. Төртінші, саптық қалып. Және бесінші, сапқа тұр, түзел, тік тұр, еркін тұр, реттел, яғни жинақтал. Тоқтат, бас киімді шеш, бас киімді ки пәрмендерді орындау. Саптық дайындық әскери қызметшілерді үйрету мен тәрбиелеудегі ең маңызды пән. Ол Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарының саптық жарғысы негізінде ұйымдастырылады және өткізіледі. Саптық дайындыққа қарумен және қарусыз жеке саптық тәсілдер, жаяу және машиналардағы іс-әрекеттер кезінде әскери бөлімшелерді үйлестіру, ұрыс даласындағы іс-қимылдардың әдістері кіреді. Сап бірнеше элементтерден тұрады. Қатарда белгіленген бір сызық бойында әскери қызметшілердің біреуі екіншісінің қасында орналасқан сап. Машиналар желісі. Машиналардың біреуі екіншісінің қасында бір сызық бойында орналасуы. Қаптал. Саптың оң сол жақ шеті. Бұрылыс жасаған кезде сап қапталдарының аттары өзгермейді. Мандай шеп. Саптың әскери қызметшілер тіке қарап тұрған жағы. Саптың тыл жағы. Мандай шеп жағына қарама-қарсы жақ. Аралық. Мандай шеп бойынша әскери қызметшілердің бөлімдердің арасындағы аралық. Сап ені. Қапталдар арасындағы қашықтық. Саптың ұзындығы. Саптың бірінші қатарынан саптың соңғы қатарына дейінгі аралық. Лек. Әскери қызметшілер бір-бірінің ту сыртында жарғымен немесе командир белгіленген арақашықтықта орналасқан сап. Бағыттаушы. Көрсетілген бағытта бірінші жүріп келе жатқан әскери қызметші. Алдын ала берілетін пәрмен саптың назарын арттыру және дайындықты күшейту үшін беріледі. Орындалатын пәрмен дереу және нақты орындалу үшін беріледі. Мысалы, оңға бұрылу үшін оң, ға. Бұл ретте оң алдын ала берілетін, ал ға орындалатын пәрмен. Әрекетті болдырмау немесе доғару керек болса, тоқтат пәрмені беріледі. Осы пәрмен бойынша тәсіл орындамастан бұрынғы қалып қайта қабылданады. Ал қазір назарларыңызға саптың элементтері және де алдын ала берілетін және орындалатын пәрмендер туралы видеоролик ұсынамын. Саптау. Саптық тұрыс саптал немесе тік тұр пәрмені бойынша қабылданады. Тік тұр. Осы пәрмен бойынша тығыздалмай еркін тұру керек. Өкшелерді қосып, аяқтың ұшын маңдай шептің сызығы бойынша табанның еніне қойып түзетеді. Аяқ тігіс ұсталынып тізеден бүгілгенімен тығыз ұсталынбайды. Кеуде тігіс ұсталынады. Дене біршама алға беріледі. Ішті тартып, иықты жазу керек.
Қол саусақтармен алақанды ішке қарататта бүйір мен жамбастың ортасында болатындай етіп ұстап, ал саусақтарды жартылай бүгіп жамбасқа тиіп тұратындай жағдайда төмен қарай жібереді. Басты жоғары және тік, иекті алға шығармай ұстайды. Өзінің алдына тура қарап, шұғыл әрекет жасауға дайын болу керек. Орындағы саптық тұрыс пәрменсіз де қабылданады. Бұйрық берілгенде және қабылданғанда, баяндау кезінде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұран орындалғанда, әскери сәлемдесу кезінде, сондай-ақ пәрмендер берілгенде қабылданады. Еркін тұр. Пәрмен бойынша оң немесе сол аяқтың тізелерін бос ұстап, орнынан кетпей, назарды әлсіретпей және сөйлеспей еркін тұру керек. Жинақтал. Пәрмен бойынша саптағы өз орнын тастап кетпей, қаруын, киімдерін және жабдықтарын түзеу керек. Қажет болған жағдайда саптан шығу үшін тікелей бастығынан сұрануға болады. Бас киімдерді шешу үшін Бас киімді шеш. ал кию үшін Бас киімді ки. пәрмендер беріледі. Қажет болған жағдайда жекелеген әскери қызметшілер бас киімді пәрменсіз шешеді және киеді. Шешілген бас киім күнқағармен алға қаратылып, еркін түсірілген сол қолға ұсталады. Взвод назарына тапсырма бұйырамын. Саптық дайындық дегеніміз не? Алдын ала берілетін пәрмендер қалай аталады? Әрекетті болдырмау немесе доғару керек болса, қандай пәрмендер беріледі? Әскери қызметшінің сапқа тұру алдындағы және саптағы міндеттерін атап өтіңіз. Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.